Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді пицца жасайтын боламыз. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және де подписаться етуді ұмытпаңыздар. Біз бірінші қамырын жасайтын боламыз. Бізге 2 стақан ұн керек болады. Ұнды саламыз. Және де біз 1 ас қасық қант саламыз. Жарты қасық тұз саламыз. Енді 2 қасық сұйық май құямыз. Бір жұмыртқаны саламыз. Енді біз ашытқымызды саламыз. Қамырымызды араластырып, кезек-кезектен жылы су құямыз. Біз қамырымызды илеп болдық. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз 1 сағат тұрды. Енді біз қолымызбен дәл видеодағыдай жасаймыз. Бізге оқтау қажет емес болады. Біз дәл видеодағыдай қолымызбен жаямыз. Астына кішкене ғана ұн жағамызда осылай видеодағыдай істейміз. Бізге пергамент қағаз керек болады. Енді дәл видеодағыдай осылай істеп шығамыз. Енді кетчупымызды бетіне жағамыз.
Бізге үкіштен өтірген сыр қажет болады, яғни ірімшік. Енді қызанағымызды саламыз. Пиццамызды 200 градусқа 20 минутқа қоямыз. Пиццамыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Подписаться етіп лайк қоюды ұмытпаңыздар.